Қарлығаш пен Дәуіт. Қарлығаш жардың қуысына ұя салып, балапан шығарыпты. Анасы азық әкелуге кеткенде балапандары шыдамсыздан күтумен болады екен. Бір күні қарлығаштың ұясына жылан өрмелеп бара жатады. Мұны көрген қарлығаш шыр-шыр етіп балапандарына араша іздейді. Ұшып көкекке барады. Қарлығаш: "Көкек, маған көмек бере көр, балапандарымды жылан жейін деп жатыр" дейді. "Бүркіт қонаққа шақырып еді, уақытым жоқ" дейді көкек. Қарлығаш ұшып қарғаға келеді. "Қарғажан, маған көмек бере көр, балапандарымды жылан жегелі жатыр" дейді жылап тұрып. Қарға қарлығашқа бұрылып қарамастан: "Мен үйленейін деп жатырмын, мазамдалма" деп маңғызданып. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келеді. Қарлығашқа Дәуіт: "Ұлы жылан балапандарымды жұтпақшы болып ұяма өрмелеп барады. Олай болса мені тезірек жеткіз" дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Қарлығаш пен Дәуіт көзді ашып жұмғанша ұяға жетеді. Дәуіт ұяға жетіп қалған жыланға тап береді. Жылан сылқ етіп жерге құлап түседі. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген Қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де Қарлығаш пен Дәуіт бір ұяда тұрып бірге өмір сүретін болған екен.